Егер сіздің балаңызда ішек құрт болатын болса, яғни аскарида болатын болса, әртүрлі халық емдерімен сіз басыңызды қатырмаңыз, бірден педиатрға барыңыз. Баланың денсаулығы сізге ойыншық емес. Себебі баланың денсаулығы өте нәзік болып келгендіктен, ол балаларыңызға ауыр, я болмаса жарақат салатындай, я болмаса көтере алмайтындай әртүрлі өздеріңіз біреуден естіп алған жаңағыдай емдерді тағайындаудың қажеті жоқ. Ең алдымен педиатрға, өзінің маманына жүгінгеніңіз абзал. Егер ол педиатрыңыз емдей алмай жатса, одан да білікті, мықты маманға апарыңыз. Менің кеңесім осы. Ешқандайда халық емін, я болмаса өтірік біреуден естіп алып, я болмаса сондай бір видеоларды салғыштар көбейіп кетті. Ондай нәрселерге сенбеңіз. Ол адамдар өздері ондай септе көрмеген, я болмаса ондай емді қолданбай педиатрға апарады. Тек видео үшін айтып сала салатындар өте көбейіп кетті. Сол үшін де айтып жатырмын. Үлкен кісілерге халық емдерін көбінесе пайдалану қажет болып жатады, себебі оларға дәрі жақпайды дегендей. Балаларға да жақпайды, бірақ оның маманы дәрілерді ұсыну арқылы ең зиянсыз протокол бойынша емдерді тағайындай алады. Балаларға ондай тәжірибеге өтпеген дүниелерді тықпалап қажет емес. Осы видеоны туысқандардың чатына міндетті түрде обязательно жіберіңіз.